Сәлем, сәлем, баршаңызға. Дертке шипа каналы. Денсаулыққа пайдалы ақпараттар мен кеңес беріледі. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Соңына дейін тыңдап толық ақпарат алыңыздар. Ең маңызды ақпараттар соңына қарай беріледі. Жаңғақтардың адам ағзасына тигізер пайдасы өте мол. Олар ағзаны қалыпты жағдайда ұстап, түрлі ауруларға қарсы күресетін күш береді. Жаңғақтың түрлері өте көп және әрқайсысының өз алдына емдік қасиеттері бар. Бүгін біз солардың бірі грек жаңғағы туралы айтамыз. Шын мәнінде грек жаңғағы пайдалы ма, зиян ба? Оларды жиі қолдануға бола ма? Бұл жаңғақтар күш-қуатымызды қалыпқа келтіріп, бойдағы сырқатты жеңуге көмектеседі. Мәселен, қант диабеті. Оның белгілі бір мөлшерін күнделікті ас мәзіріне қосып отырған жөн. Бірақ дәрігерлер күніне 100 грамын ғана пайдалануға кеңес береді. Одан көп жеу зиян келтіруі мүмкін. Грек жаңғағы атеросклероз ауруына шалдыққан кезде жақсы көмектеседі. Ми белсенділігін арттырады, ішек жұмысын жақсартады. Оның құрамында дәрумендер, минералдар, түрлі майлар бар. Олар 1, 2, С, Р, май, хинон, тіпті жаңға ағашының жапырағының құрамында да денсаулыққа пайдалы элементтер бар. Жаңға қаншалықты пайдалы болғанымен, оның аллергия тудыру қаупі бар. Бойында аллергия, псориаз, экзема сынды аурулары бар адамдар жаңғақты абайлап қолданғаны жөн. Егер омырауда балаңыз болса, жаңғақты көп мөлшерде жемеңіз. Біріншіден, ауыз қуысының улуына әкеледі, екіншіден, балаға бөртпе шығуы мүмкін. Грек жаңғағы өте тойымды. Ол наннан 2 есе калорияға ие. Сондықтан толысуға бейім жандар да сирек қолданғаны жөн. Жаңғақтың пайдасының мол екенін халық медицинасы да дәлелдеп келеді. Өзі ғана емес, қабығы мен жапырағы да емдік мақсатта жиі қолданылады. Жапырағынан ауыз қуысына және қызыл иікке арналған тұнба жасайды. Сондай-ақ оның қайнатпасы жараның тез жазылуына көмектеседі. Отадан қалған ізді кетіреді. Ішек құрт, қабыну, қант диабеті ауруларынан айығуға көмектеседі. Қан құрамындағы холестеринді азайтады. Сонымен қатар косметикалық мақсатта да қолданылады. Кептіріліп, ұнтақталған жаңғақ дәнінің бір қасығын жарты литр суға салып, 1-2 минут қайнатып, 1 тәулік тұндырып, күнде 30 грамнан 3 рет үзіліссіз 2-3 ай ішіп жүрген адам қант диабетінен айығатын көрінеді. Байқасаңыз, шағылған жаңғақтың пішіні адам миына ұқсайды. Бәлкім содан шығар, оның адам ағзасына берер артықшылығы көп. Жаңғақ дәнінен 600 грамм, қара бұршақтан 300 грамм майдалап турап, оны балға араластырып күніне 2 реттен ішсеңіз, ішекті дымқылдандырып, дене әлсіздігіне, белдің сыздап ауруына, бас айналып, құлақ шыңылдағанда пайдасы зор әрі бүйректі қуаттандырады. Жапырағы да ем. Біле білсеңіз, жаңғақтың жапырағы мен жас тамыры да ем. Керек десеңіз, дән арасын бөліп тұратын жұқа қабырғасы денсаулықты түзеуде пайдасы мол тұнба. Балам зерек болсын десеңіз. Балам ақылды әрі зерек болсын десеңіз, күн сайын таңертең аш қарынға 1-2 дана жаңғақ шақ беріңіз. Себебі жаңғақ ми қызметін күшейтетін дақылға жатады. Ал грек жаңғағының майы қатерлі ісік ауруына, атеросклероз бен жүректің ишемиялық ауруларына ем бола алады. Бұл жаңғақтар өзге өнімдерге қарағанда өз бойына көптеген пайдалы антиоксиданттарды жинап алған. Жаңғақ мидың жұмысын жақсылап қана қоймай, сонымен бірге жүрек аурулары мен қатерлі ісікке де таптырмас ем. Көбіне грек жаңғағының өзін жей береді, бірақ оны кейде салатқа, пастаға, таңғы асқа және әрқилы тәттілер пісіргенде қолданса болады. Әрі одан кез келген салатқа қосуға арналған жаңғақ майын да дайындайды. Грек жаңғағының пайдасы. Грек жаңғағының құрамында пайдалы дәрумендер 2 және 12 А, С, Е, омега-3 мен омега-6, фосфор, марганец, йод, калий, магний сынды пайдалыстар мен макроэлементтер. Сонымен қатар жаңғақ сиыр етін қарағанда жоғары калориялы және 17 ақуыз бар, әрі бұл вегетариандар үшін таптырмайтын ингредиент болып табылады.
Грек жаңғағы өздігінен синтезделмеген және ми мен бауырдың жұмысын жақсартатын қанықтырылмаған қышқылдарды қамтиды. Жаңғақ майы қабынуға қарсы бактерицидтік қасиетке ие және иммундық жүйені дұрыстап, ағзаны әрқилы ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Жаңғақты жүктілік алдында, радиациядан қорғану барысында, жадты жақсарту үшін және жүйке жүйені дұрыстау мақсатында тұтынған жөн. Грек жаңғағы адам ағзасы үшін пайдалы дәрумендер мен минералдарға бай. Ол ең алғаш Жерорта теңізі мен Орталық Азияда пайда болып, сол жерден әлемге тарай бастады. Грек жаңғағының денсаулығыңызды нығайтып, сауықтыратын қасиетін білесіз бе? Америкалық ғалымдардың зерттеуінше, бұл жаңғақ ми жұмысын жақсартып, ойлау қабілетін дамытады. Әлемде 40 шақты, елімізде 2 түрі кездеседі. Назарыңызға жаңғақтың тағы біз біле бермейтін пайдалы қасиеттерін ұсынамыз. Грек жаңғағы келесі қоректік заттарға бай. Витаминдер А, В1, В2, 6, С. Минералдар К, магнезин, Фе, Нә. Май қышқылдары омега-3, омега-6. Ақуыз 17. Жаңғақтың күнделікті жеудің пайдасы: жүрек қан тамыр ауруларынан сақтайды. Құрамындағы омега-3 ағзадағы холестерин мөлшерін реттеп, инфаркт, инсульт, артериалды гипертензияның алдын алады. Иммунитетті күшейтеді. Жаңғақтағы полифенол антиоксиданттық қасиетке ие, ол қатерлі ісіктерді, вирус пен бактерияларды жояды. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Шектегі пайдалы микробиотаны көбейтеді. Бұл бактериялар патогенді ағзаларды жойып, микроэлементтер мен витаминдердің сіңуіне септігін тигізеді. Гормональды фонды қалпына келтіреді. Грек жаңғағы иодқа бай. Иод қалқанша без гормондарының синтезіне қатысады. Өз кезегінде тироксин 4 және триодтиронин 3 ағзаның барлық жүйелерін реттейді. Құрамындағы фитоэстроген сүт безі қатерлі ісігінің алдын алады. Сондай-ақ жаңғақта көп мөлшерде белок болады. Ол бала ағзасының өсуіне септігін тигізіп, есте сақтау қабілетін арттырады. Грек жаңғағы кімге зиян? Ми тамырлары, бас ауыратындарға 25 дана жаңғақтан артық жеуге болмайды. Жалпы диетолог мамандар күніне 100 граммнан артық жемеуге кеңес береді. Аллергиясы барларға да грек жаңғағы қауіпті екенін білгеніңіз жөн. Ағашының биіктігі 30-35-300 жылдан артық жасайды. Жапырақтар тілімделген қатарланып орналасқан, хош иісті. Жапырағынан, гүлінен бояу, алкалоид, дәрумендер алынады. Сондай-ақ жапырағымен балалардың бұлақ рахит ауруын емдеуге болады. Бесік талқандалған жапырақты 1 стақан суға қайнатып, күніне 3 рет ішеді. Құрметті тыңдаушылар, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.